Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге мені ғашық қылған өте дәмді, сочный, хрустящий. Бұрын соңды бұндай пицца жеп көрмегем. Экспресс пицца жасайтын боламыз. Ал кеттік, бастайық. Бізге керек заттар: 200 грамм ұн, 125 мл су, 25 мл күнбағыс майы, 4 грамм ашытқы, 4 грамм қопсытқыш және 3 грамм тұз керек. Ыдысымызға суды құямыз. Оның үстіне тұз саламыз. Және венчикпен тұзды ергенше араластырып аламыз. Енді ашытқымыз саламыз. Ашытқыны да қозғап аламыз. Оның үстіне қопсытқышымыз салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Көп араластырудың қажеті жоқ. Енді сұйық майымыз саламыз. Міне осындай масса болды бізде. Енді ұнымызды бөліп саламыз. Міне қойы болғанша мен осылай венчикпен араластырып аламын. Қалған ұнымызды қосамыз. Міне бізде өте жұмсақ, осындай сүйкімді тестамыз дайын болды. Енді бірден пісіруге болады, немесе қамырдың кішкене қалың болғанын қаласаңыз, осындай пищевой пленкамен бетін 5-10 минутқа жауып қойсаңыз болады, кішкене көтерілгенін күтіп. Міне арадан 10 минут өтті, қамыр кішкене көтерілді. Енді пиццаның салмасына бізде томатты кетчуп, осындай болгар бұрышы, менің жағдайымда ол мұздатылған, көк пияз, үккіштен өткен сыр және помидор қажет. Енді формаға ұн себеміз. Қамырдың тегіс жағы астыңғы жаққа қарайды және осылай қолмен дөңгелектеп жайып шығамыз. Міне мен осылай жайып алдым. Оп-оңай. 1 минутта осылай жайып тастайсыз. Енді осыны щеткамен томатты кетчупты жағып шығамыз. Өз қалауыңыз бойынша қоссаңыз болады. Мөлшерін. Міне осылай жағып алдық. Осылай орталарына томатты кетчупты жағып, шеттерін бос қалдырамыз. Енді үстіне болгар бұрышын салатын боламыз. Енді помидорларымызды тізіп шығамыз. Міне осылай помидорларымызды салып алдық. Енді үстіне көк пиязымызды салып, одан кейін үккіштен өткен сырымызды сеуіп шығамыз. Көкөністердің хош иісі аңқып тұр, піспей-ақ жеп қойғың келеді. Пешімізді алдын ала 200 градусқа қыздырып, одан кейін пиццамыз саламыз 10 минутқа. Міне пиццамыз дайын болды, жып-жұмсақ, хош иісі аңқып тұр. Біздің отбасымызға өте қатты ұнады. Шынымен де бұндай пиццаны бұрын соңды жеп көрмегенбіз. Өте дәмді, сочный, хрустящий. Ал енді сіздерге кесіп көрсетейін пиццамызды.
Міне пиццаның асты осылай бір келкі болып пісті. Видео сізге ұнаса, менің каналыма тіркеліп, коммент қалдырып, лайк қоюды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше.